сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетіндеріңіз сары майдың емдік қасиеттері. Сары май сиырдың, қойдың, ешкінің сүтінен алынады. Сары май ірі қараның не серкенің терісінен тігілген саба. Торсықта не болмаса ағаш күбіде дайындалады. Шикі сүттен ұйытатын айранды, қатықты, кейде іріген сүт пен шикі сүттің өзін сабаға не күбіге құйып, әбден толған кезде піседі. Іркіттің пісуі жеткен кезде май ыдырап бөлек шығады. Бірден 2-3 қабат мәрілге салып бүктейді де қолмен сабындап майды сүзеді. Сүзгіден тазарып шыққан майды суық суға салып іркітетін арылтып тоңазытады. Содан кейін жайпақ ыдысқа салып қолмен мытып алақанмен шапалақтап суын шығарады. Содан кейін тұздап ыдысқа салады. Сары май ішкі ағзада жұмсартады. Әлі қуатты арттырады. Дененің қызуын қайтарады. Май ағзаға тек энергиялық қуат үшін ғана емес, пластикалық мақсат үшін де қажет. Ол дегеніміз жаңа клетка құрылымын жасау керек. Адам майлармен бірге А, Д, И дәрумендерін де алады. А дәрумені көздің көру қабілетін жақсы сақтау үшін қажет. Ағзаның бір қалыпты өсуін қамтамасыз етеді. Егер бұл дәрумен жетіспесе, адамның жүзі солған тартады. Терісі, шашы құрғақтанып, қабыршақтанады. Безеу бөртпелері пайда болып, тырнақтары сына береді. Жарықтан жасқанып, көзі күндіз көріп, түнде көрмейді. Д дәрумені ағзадағы кальций мен фосфор тұздарын сіңіруге көмектеседі. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда бала мешел ауруына шалдығады. И дәрумені бұлшық еттердің қызметін жақсартады. Ол маймен қатар сүттің құрамында болады. Тортасын айырған майды құрғақ жөтел кезінде бір қасық күніне 3 рет ішсе жөтелі тез басады, себебі тамақты жібітеді. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.